Батыстың жігіттері туралы. Батыстың жігіттерінің ең бірінші мықты қасиеті уәдесінде тұрады, сөзінде тұрады. Сөзге кетпейді. Соңғы тиыны болып тұрса да, бірақ сөз уәдені орындауға тырысады. Екінші қасиеті өте қызуқанды, тез-тез тұтанады, от сияқты кәдімгі лап ете қалады, тез тұтанады, шарт-бұрт етіп. Бірақ өздері бір-біріне ренжімейді, қалыпты жағдай, сондай қызуқанды болып келеді. Үшінші қасиеттері өте жанашыр, мейірімді, қатал болып көрінгенмен бізге мейірімді. Төртінші қасиеттері тез-тез сөйлейді, жылдам сөйлейді. Мен өзім кейде түсінбей қала беремін сөздерін. Одан кейінгі бесінші қасиеті, жаңағыдай сен байсың ба, кедейсің ба, немесе сен атақтысың ба, немесе сен әкімсің ба, қарамайды. Адамгершілікті бірінші орынға қойады, жалпақтамайды ғой былайша айтқанда. Адамгершілікті бірінші орынға қояды. Тіке айтып тастайды бетке. Сосын қазақша таза сөйлейді. Таза қазақша бірде-бір орысша сөз қоспай сөйлейді. Сосын жаңағыдай әйел адамды өте қатты сыйлайды. Әйел адамды жоғары қойғанда қалай? Сыйлайды, құрметтейді және әйел адамның жаңағыдай ойымен санасады. Жалпы мен айтып тұрған бұл қасиеттердің барлығы қазақтың жігіттерінің барлығында бар. Барлық облыстың жігіттері мықты. Мен сіздерді қолдаймын. Әйел адам мысалға қанша жерден мықты болып, бизнесмен, ақша тауып, керемет болып жатсаң да, бәрібір ер адамнан біз бір саты төмен тұрамыз. Мойындасақ та, мойындамасақ та сол. Өйткені біз қазақпыз. Қазақтың тәрбиесінде бар нәрсе. Біз өзіміздің болмысымыздан өзгеріп, басқа ұлт, басқа адам болып кете алмаймыз. Так что осы қасиеттерді сыйлау керек. Әйел адам және барлық Қазақстанның барлық облыстың жігіттерін мен өз басым барлығы да